Армысыздар қазақ елі. Мінекей бұлтпен келген бабалар кітабы. Біз 7 күн аруақ қабылдағаны туралы жазылған жырды бүгін аяқтаймыз. Қабыл алыңыздар. Аллажан мені кешір деп айдай қыз айтты дұғасын, пенделерімді кешіргін иманнан өмір құрасын, жасқанып қара дауылдан қорғаштаған айдай қыз біртіндеп қана қарады, ерекше тыныш болғасын. Тым-тырыс болды айнала, тым-тырыс менің санамда, дауылдан қатты теңселген үйімде тұрды орнында. Соғысып жаумен аңдысып жатқандай күйді кештім мен, ерен күшін аруағым көрсетті маған. Бағамда құдіреттім аруағым басидым мені кешіргін. Жалғанды жалғыз жалпақ басам деп пенделер жүр есірген. Қаһарыма Алланың жалындаған шағында жастарымыз көбейді, өмірі қыршын кесілген. Талмама әлде ауру белгісіз дерт меңдеген, заманы келді пендеге астыртын жүріп емделген. Иманнан бастау алмаса бәрде бекер, білерсің, осынау қиын заманға шығарды мені көлденең. Деп айдай қыз мұңайды. Оңай емес шаруасы, иманға бұру ол қалай келер мекен шамасы. Біртіндеп бастап жиналды көмекшілер қасына, көңілден шығар күн болсын осынау жылдар арасы. Сыртта тұрған келін бала қарқылдауды үдетті, қателессем қуанады, көңілімді жүдетті. Тани алмай аталарды шатасуым үдеді, көмекші сұрап тылсымыма арттым тағы үмітті. Қарқылдаған сырттағылар жат екенін түсіндім. Келін емес, бала да емес, сынақ екен тылсымның. Қандай шешім қабылдайды, барам екен дегені, емтиханы сүріндірмес бір күш мені демеді. Көмекші беріңдерші дедім ғой мен сендерге, шарасыздан мен ашына айғай салдым төбеге. Беріңдерші әй, сұрап тұрған көмекшісін деді үн, терімді сүртіп бір дедім. Кім болса да келсінші тез көмекке. Есіктен кірер деп ойлап тұрған сәтте ызыңдап, шығын келді үмітімді үзбегенім менің деп. Боташым-ау, көкешім-ау, қабанбайдай балаң ғой, шақыра ғой тағзымда, басыңды ий кешір деп. Қабанбай баба кешіріңіз, шаршап қалдым танымай, шақырамын сізді қайта, бата берші оңынай. Қарагер аты екпіндейді, тарпып мені өтердей. Қатулы екен қайсар бабам, күркірейді тасқындай. Сендегі орда менікі деп төкті бата төгілтіп. Саналарды шайдай ашар, жүректерді егілтіп. Керуен көші тоқтар көптеп, қабыл алар кез болсын, тылсымыңа қарсы келме, көңілдерді шегімтіп. Әмин дедім бетті сипап, терең алдым демімді. Қабылдауым ауыр болды, әрең сүрттім терімді. Ызыңдаған шыбын келіп, біраз есті жинадым, сөйтіп тылсым құдіреті билеп алды өңімді. Зеңгі баба балалары келе жатыр қабылда, деген кезде коридорға төрт төрпақ кірді жабыла. Жапалатып, сарылдатып жатқандар естілді. Бүлдірді-ау, не істеймін деп тұрып қалдым аңыра. Таңертеңгі уақыт болды, әлі жүрмін сабылып. Тылсымымның қоршап алған ортасынан табылып, қадам басты үйге қарай нәнимән, жаным әжелер, тоқтар түр жоқ танысуда келіп жатыр ағылып. Есік ауыр, әрең аштым, көрінбеді тіпті ешкім. Сезіледі тылсым лебі, жүрегіммен тілдестім. Сәлем бердім, қабылдаудың жоралғысын жасадым. Сөйтіп солай осы күндер құдіретпен үндестім. Мазасыздық, ұйқысыздық 7 күнге созылды. Шаршамауға сірә аруақ маған, күші маған құйылды. Шеті шегі көрінбеген қабылдаудан жалығып, сұрау салдым аталарым, қанша уақыт ол қалды. Кешке дейін десе дағы созылмады уақыты. Қабылдауым тоқтаған соң мен ояттым қасымда. Неге жатсың, тұрмайсың ба, балаларың далада, ал аруағың тым ренжулі, көтер енді басыңды. Қара таспен бастырылған пәрменімен аруақтың, Қасекеңнің сонда білдім әрең шыдап жатқанын. Таудан тасқын құлағандай ашуланды бұрқылдап, қара шұбар сөздерімен жайпалады жан-жағын. Кәне аруақ, қане бала, не деп тұрсың сен өзің?
Қателеспей есті жина, әй Бәтима, ашып көзің, деп сілкілеп иығымнан жұлқып қалды өзімді. Бұдан әрі менде де қалмағандай бір төзім. Қатуланып тұрсам да қолымдағы қағазды мен ұсындым, міне тізім, аруақтарың табылды. Қуанар деп ойлап едім, қателескен екенмін. Жұлып алып қағазымды ортадан қақ айырды. Шырылдаған аруақ бабам айғай салды тылсымнан. Көтеріп ал сен қағазды, керек болады артынан. Сол тізіммен еске аларсың осы өткен күндерді. Құран оқып, құрбан шалар кездер болар шалқыған. Осы сәтте терезеден зеңгі бабам көрінді. Бұлт арасы өгізімен үйге қарай сырғыды. Ертегілер әлеміндей еске әсер берген атамнан тамашалап таңданыспен айырмадым көзімді. Дәл есігім алдына кеп құсты бабам көлдетіп. Мұнай іспет маржандары жылтырайды тербетіп. Таңданыспен қарай бердім сұлу лепке шомылып. Осы сәтте зеңгі бабам айғай салды селдетіп. Айдын балам үйі қайда, көрсетіңдер дегендей, тапжылмайды бір орыннан өтінішін бекемдей. Қызым, көрсет балаң үйін, деп Сүйінбай аташым ақыл салып айғайлады тылсымынан жетелей. Жүгіріспен таң тамаша үйден шықтым асығып. Баламды да таниды екен деп ойладым тасынып. Ештеңені аңдамаған дәл қасымның жанынан өте шықтым айдын үйін көрсетуге асығып. Мен жеткенше зеңгі баба төкті шашу тағы да. Үш жерінде маржаны бар мұңай жатты ағыла. Жұмбағы бар тылсымымның шеше алмадым әлі күн. Менен гөрі біреу артық төгіпті бабам балама. Қарай бердім көзімді алмай, таңданысты жасырмай. Айтқаныма тіпті сенбей қасым жүрді қарамай. Шашу да жоқ, аруақ та жоқ, қуып жүрсің сен дейді. Жындар келген саған де. Жындар келген шығар саған, айқайлайды басылмай. Қызым, деді атам маған, ол біздерді көрмейді. Сенгені де керек емес, уақыт бәрін емдейді. Көру үшін рұқсат керек, көре алар күш керек. Ол болмаса толқыныстан есі ауып сорлайды. Кәне айтшы қызым маған, қазір осы қандай ай? Рамазан деп жауап бердім ештеңені ойламай. Рамазанда барлық жындар байлаулы ғой, білесің. Соны ескеріп келдік біздер, сабырға кел, қиналмай. Тізбектелген керуен көші кетіп жатты біртіндеп. Қоштасуға асығамын, құтылсам ғой шіркіндеп. Әлде мүмкін зар болатын күндер болар осыған. Кім біліпті, керуен жылжып кетіп жатты біртіндеп. Денеңде аспап, енді қызым, дәрі ішпе, деді аруақ. Созылыңқы дауыстары барады олар алыстап. Жан жағымнан күңгірлеген үн келеді құлаққа. Әр бұрышқа бір барамын, естімекке анықтап. Коридорға кірген кезде анық ести бастадым. Сүйінбайдай атам екен, туысқаным, қорғаным. Бәрі кетіп жатса дағы айналшықтап жүргені, баласындай болған мені тынышталсын дегені. Бір қимастық сезіледі, керуендерім тізіліп, мұңлы әуен ойнап тұрды жүректерден үзіліп, тіршілікті сағынғандай, қимағандай қиылып, көз ұшында сырғи берді керуендерім тізіліп. Жұмағыңнан мың күнгі тіршілігің көп артық. Қиналсам да аруағым тұрғандай мені жұбатып. Қадірлесін өмірін адамзаттың баласы, сыйға берген жаратқаны разы болсын ұнатып. Әрі-сәрі күймен жүріп ұқпадым мен көп жайды. Тыныштықты қатты аңсадым, аруақтарым қоймайды. Киелі шығар мүмкін бұл жер деп ойладым шатасып. Қорғалжыным еске түсіп салдым енді айғайды. Әй аруақтар, таласқаның мына жер болса кетейін. Тастап бәрін өздеріңе қорғалжынға жетейін. Босатпайсың неге мені, айтыңдаршы кәнекей. Босат мені, жіберіңдер, әлде тағы нетейін? Қайда барам дедің қызым, қайталашы, деді аруақ. Үйім бар ғой қорғалжында, дедім мен тағы жайпалап. Ол сол күндерде айтқан сөздің сыры терең екен ау, елге жету маңызына мән бергізген қайталап. Шаршадым мен, ұйқым келді, не істеймін аташым, деп шағынып жылай бердім. Жүректі қалай басамын, демал, ұйықта қызым дейді. Ұйықтай алар түрім жоқ, бәйге аттай ұзақ шапқан, бойым дел сал қажыған. Кәне барып төсегіңе жата қойшы, тыныштал. Енді алаңсыз, деді аташым, сен 2 күн деміңді ал. Мазаңды ешкім алмас үшін қорғаныңды қоямын, 2 күнің демалсың,
содан соң сен қалам ал. Төсегіме жатқан кезде әуеден Ясин оқылды. Керемет үн, үнсіз тербеп, маужырап бойым балқыды. Бір ғажап күй, жұмбақ сезім жетеледі алысқа. Балалық шақ ең керемет кезім еді бақытты. Дәл осылай малдас құрып тербетуші еді аташым. Ойнататын, сырын айтып көп әңгіме айтатын. Сөйтсем мәні терең екен, енді ғана ұқтым мен. Қорқанына сол кездерден алған екен қолдаушым. Маужырап, терең ұйқы, кеттім солай тыйыштап. Көңіл толы үлкен шаруа аруақтарды қабылдап. Мен ұйқыға кеткен кезде қасыммен келін келіпті. Күлімсіреп жатыр екем, еш алаңсыз тыныстап. 7 күнгі арпалыс аманатқа сай қылды. Айша қыз келді күлімдеп, арылтты менің қайғымды. Ақын, жазушы, билерің, хандарың бар, батырлар жабыла келіп үйретті, батасын төкті, бай қылды. Сүйінбай пірім жетелеп келгенім білді мен сонда. Аян менен аруақтарымды таниды екенмін, таңданба. Дем салып бумен үрлеген қасиеттім аруағым, күлімдеп келдің ырзамын қарасайдай бабама. Бабалардың дәстүрінде 9 жыл мерзім уақыты. Айдай қызда аманат, өте алса болар бақты. Алғашқы жылдар ауырақ салмағын салды тым езіп, көп адам білмей сынады, осыма деп жақты. Илинкада болғанда жыр жазыппын. 6 айымыз 60 жылға теңелді, бір адамның ғұмырындай кемелді. Сан сынақты топырлатып аталар, сүріндірмей жетелеумен келеді. Деген сөздер естеліп қағаз бетінен табылды. Еске алсам сөзде көп болды, өртеген талай жаныңды. Ренжіген көңіл басылып, сенімім толды аруаққа. Ит үріп керуен көшкендей, қиналыс әрмен жабылды. Деп тілейін жақсы сөз, жартысы деп ырыстың, ақиқат деп ізіне түстік көрінбейтін ұрыстың. Тылсым берген қаламмен хабар алып айдай қыз, уағыз айтып тұрғандай алдына шығып халықтың. Аманат бар алдымда, тапсырмасы аруақтың. Қанекеймен жұмайға ғашықтық белгі қоймақпын. Білесің бе әлде жоқ, өмірін қиған қос ғашық, елінен жауды қашырып, тозағы болған қалмақтың. Ей халайық білсеңдер, Кенесары хан бабам, әскерімен соғысқан, оны да мен еске алам. Жантекейде елінде белгітасын орнату, өтініші тылсымның, қалайша үнсіз қалмақпын. Жүректен кірін қашыр деп халыққа мені шығарды. Пенделіктен арыл деп қызықтан тағы әр алды. Аманатым 9 жыл тең жартысын өткердім, көңілімде бір алаң кетпей қойды тұр әлі. Айдай қызы аманат алды осылай ауырлап. Білмегенге бұл жаман, кезгенде елді жауырлап. Ал білгенге ақиқат тылсымнан нұр боп құйылды. Бірақ та уақыт шектеулі ағайын қалма тасалап. Осы ағайын.